Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен асқабақтан манты дайындаймын. Қамыры жыртылмайтын, езілмейтін, сондай дәмді болып шығады. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыз. Таза ыдысқа ұнымызды електен өткізіп саламыз. Сосын бір жұмыртқамыз саламыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Сосын 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Бөлме температурасындағы суды қосамыз. Қолымызбен қамырымызды илеуге кірісеміз. Қамырымыз жұмсақ та емес, тым қатты да емес, орташа болғаны дұрыс. Қамырымыздың жақсылап иін қандырамыз. Мантының негізі жалпы жақсы болып шығуы осы қамырына байланысты тікелей. Қамырымызды илеп болдық, енді целлофанға 15 минутқа салып қоямыз. Содан кейін 15 минуттан кейін алып, қайтадан тағы бір иін қандырып қоямыз. Енді мантымыздың салмасын дайындаймыз. Осылай етті алып, ұсақтап тураймыз. Немесе тартылған етпен жасасаңыздар да болады. Қолмен туралған еттен жасалған салма өте дәмді болады. Бірақ енді сәл еңбектену қажет. Видеоның төменгі жағында мантыға қажетті барлық заттардың өлшемі жазылған. Етімізді толықтай ұсақтап турап аламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген етті қолдансаңыз болады. Мантының салмасына міндетті түрде пияз қосамыз. Пиязды да осылай ұсақтап тураймыз. Бүгін мен асқабақ қосып дайындап жатырмын, сондықтан асқабақты да ұсақтап тураймыз. Егер асқабақ ұнатпайтын болсаңыз, картоп немесе капуста қолдансаңыз болады. Асқабақпен өте дәмді болып шығады. Барлығын турап болып, салмамыздың үстінен қара бұрыш, қалауыңыз бойынша тұз және зіра саламыз. Зіраны да ұнатпасаңыз, салмасаңыз болады. Тұз аздау сияқты, содан кішкене тұз қостым мен тағы да. Сұйық май қосамыз. 2 немесе 3 ас қасық. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Барлық дәмдеуіштері толық сіңгенше. Енді кезекте манты пісіретін ыдысымыздың астыңғы бөлігіне су жинап, плитамызға қойып қоямыз. Яғни қайнап шыға берсін, алдын ала қосып қоямыз. Міне қамырымыз иіғанған, біркелкі болып шыққан. Мен бүгін мантыны 2 түрлі әдіспен түйемін, сондықтан қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін осылай ұзын тілше ретінде тіліп аламыз. Содан кейін осындай кішкене біркелкі бөліктерге бөлеміз. Екінші қамырымызды осылай жұқалап жайып аламыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Осындай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Бірінші түйу әдісі ол күнделікті өмірде қолданатын. Ылғи мен өзім осылай түйемін. Соны көрсеттім. Жалпы мен мантының ішіндегі салмасы көп болғанын ұнатамын, сондықтан осылай толтырып саламын. Мантыларымызды осы видеода көріп отырғандарыңыздай түйеміз. Осылай екі жақ қарама-қарсы бетін бір-біріне жабыстырып, екі жағын осылай біріктіреміз. Бұл бірінші әдіс, мынау екіншісі. Бұл да бірінші әдіске ұқсайды негізі жалпы. Міне осылай тез-тез мантыларымызды әдемілеп түйіп тастаймыз. Міне 2 түрлі осындай болып шықты. Енді бағана бөліктерге бөлген осы қамырымызды дөңгелекше етіп жаямыз, жұқалап. Тым жұқа да болмау керек. Барлық қамырымызды осылай жайып аламыз, кезекпен кезек. Дайын қамырымызға салмасын саламыз. Осылай қолымыздың ішіне қойып, қамырымыз сосын барып салмасын саламыз, сонда түйуге ыңғайлы болады. Енді қамырымызды екі жағын осылай орта жағына кезек қысу арқылы түйеміз. Бұл түйу әдісін мен көп уақытты алғандықтан анда-санда ғана қолданамын. Осылай кезек-кезек қысып отыру арқылы
екінші жаққа аударамыз ортасына келген кезде. Енді екінші жақ бетін осылай қарама қарсы жағынан екі жағын кезек қамырды осылай ала отырып қысамыз. Міне сонда осындай әдемі манты шығады. Жалпы бұл түйу сәл қиындау, бірақ қолыңыз бір үйреніп алса, еш қиындығы болмайды. Каналымда сонымен қатар түрлі тәттілердің рецепттері бар. Барлық рецепттер тексерілген, сенімді. Өзімнің жұмыс жасайтын, ылғи қолданатын рецепттеріммен ғана бөлісемін. Мантыларымызды осылай алдын ала майланған мантываркамызға орналастырамыз. Бетін, жан жағын барлығын сұйық маймен майлаймыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Үстін сұйық маймен толық майласаңыз, мантыларыңыз піскенде жылтырап, әдемі болып тұрады. Мантыларымызды түйіп болғанша, міне суымыз да қайнап шықты. Қайнап тұрған судың үстіне ғана орналастырамыз мантыларымызды осылай. Рецепт түсіріп жатқандықтан мен әзірше бір листті ғана қойдым. Міне мантыларымыз 40 минуттың ішінде пісіп дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Асқабақтан жасалған манты үнемі сондай сочный болады. Дайындап көріңіздер, ас болсын.